Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Сіздерге қазы айландырғанымды көрсеткім келді. Қазым дайын. Ол үшін бізге жылғының тазалап жуылған жуан және жіңішке шектері қажет болады. Оларды тұзды сумен әдемілеп жақсылап жудым. Егер шегіңіз тарлау болса, орташа пиязды аршып, шектің арасынан жүргіздірсеңіздер болады. Қараңыздар, шектің іші тап-таза, әдемілеп жуылғаны көрініп тұр. Енді шекке салатын етімізді көрсетейік. Бұл жерде жуан бармақ қазы шыққан, жақсы майлы еті де бар. Осыларды қазір айландыратын боламыз. Ол үшін бізге ішіне салмасына мен тұз, сарымсақ, қара бұрышты үшеуін араластырып салма дайындап алдым. Арасына қосамыз. Енді қазымызды айландыруды бастайық. Қазыға етке дайындаған салмамызды әдемелеп, арасына қолмен салып шығамыз. Осылай өзі қалай тұр, солай. Барлық жеріне салмасын салып жасаңыздар, тұзы сіңіп, әдемі қазы пайда болады. Енді бұған жуан шекті алдым. Жуан шекті айландыратын боламын. Қазыны сәл салқындатып алып айландырсаңыздар, шекке жақсы жүретін болады. Шектің бір бұрышын мен мынандай ши дайындап алдым. Шыбықтан қолынан үшкіріліп, сөйтіп келесі бұрышын түйіндеп қоя салам, жіппен байлап жүргеннен гөрі. Осылай бекітіп аламыз келесі басын. Енді бір басынан бастап ақырындап етіміз бен майды саламыз. Қазының майы мен еті сәл салқындау болса жақсы жүреді. Мен қолыма шанышық алдым, шанышқының көмегімен кішкене итеріп қолмен салып жіберген ыңғайлы екен. Ақырындап сала береміз, шекті жыртып алмаймыз. Соңына да жетіп қалдық. Енді осы қазымызды арғы басына дейін нығыздап жеткіземіз. Басына жеткеннен кейін қазыны қатты нығыздаудың қажеті жоқ, қолмен басып-басып, сәл кеңдеу қылып жасасақ, қазымыз қайнаған кезде жарылып кетпейді. Осылай барлық қазымды айландырып шықтым. Ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Осындай керемет қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ғой қазы. Соғым кезде дайындалады. Қазыдан кейін атам қазақ жылы жұмсақ дайындаған болатын. Соғымнан кейін мен кішкене ет ас көрсетуді сіздерге жөн санадым. Жылы жұмсақ деп атады. Жылқының майда еттерін астым. Жаңағы дайындаған қазымды салдым. Енді жақ бар, қарын, таз қарын бар, жылы жұмсаққа жататын. Әдемілеп қайнап шықты. Енді
Пестерге көбігін аламыз әдемілеп. Жақсылап көбігін алып, сосын сорпаны кішкене сапырып жіберсеңіздер, мөлдір болады. Анша-мұнша көбігі де тараймайтын болады. Жақсылап көбігін алып болғаннан кейін сапырып қоямыз. Енді қазымызды жарылып кетпес үшін тесіп қояйық. Қақпағын етті астысын араластырып, сосын етке мен бір пияз қосып жібердім. Өйткені еттің сорпасы мөлдір болады, дәмді болады. Сосын еттеріңізді жылдам пісетін болады. Сондай бір кеңеспен бөліскім келді. Енді мен, барлықтарыңыз білесіздер, еттің қамырын сорпаға илегенді жақсы көрем. Қамыры да тәтті болады, жайлағанда да жақсы жайлатын болады. Осы сорпаны құйып алып, мен қамыры иледім. Кішкене сорпаға тұз аздау болса, тұз салып жіберсеңіздер болады. Тұзын ертіп аламыз. Енді мен мына жерде 2 зуалаға есептеп алдым. Осы сорпаны қамыр иледім. Сорпамен әдемі иленеді. Майлы сорпа. Қамырды жайған кезде де иіғанып әдемі жайлатын болады. Басын әбден біріктіріп қамыр. Қатты да жұмсақ емес, қатты емес, орташа қылып қамыр иледі. Екіге бөліп суалалаймыз. Екі суала шықты. Жақсылап суалалап 10-15 минут тындырып қоямыз. Оға дейін етіміздің бетіне құятын салмасын дайындаймыз. Пияз, сосын қызыл бұрыш пен жасыл бұрыш алдым. Дайын болған салмамызға пияз бен бұрышымызға сорпамызды құйып отқа қоямыз. Енді сорпаға илеген қамырды жаюды бастадым. Иіғанған қамыр әдемі жайылатын болады.
барлықтарыңыз білесіздер. Негізі мен поварлық мамандығым жоқ, бірақ тамақ істеген ұнайды. Видео отқаннан кейін кішкене өзімнің білгенмен бөліскім келді. 6 балам бар, Құдайға шүкір. Соларды қарап видео отыр. Осылай әдемілеп тегістеп қамырды шаюды бастаймыз. Қамырды қатты да жұқа қылмаймыз, қатты да қалың қылмаймыз. Орташа қылып, 2 зола қамырды жайдым. Сорпаға үйленген қамыр өте әдемі жайылатын болады. Қамырымды 2 золамды кестім. Маған етім дайын болды. Енді қайнап тұрған сорпаға қамырымды әдемілеп салып аламыз. Қамырды маған қатты ұзын кескен ұнамайды. Осылай 4 бұрыштық кескен ұнатамын. Сүзгенде де ыңғайлы болады. Sütümde bak süzüledi. Sorpanın tuzunu dәмін көресіздер, аз да болса тұз салуға болады, қамыр ертіп кетпес үшін. Араластырып, асты жартысы қамыр үшін араластырамыз. Бетін жауып қайнаған күтім боламыз. Қамырымыз қайнап шықты. Негізі қамырдың піскенін білу үшін бетіндегі көбігі сәл тарқағаннан кейін сүзіп берсеңіздер болады. Қайнап жатыр әдемілеп. Енді дайын болды. Жақсылап сорпасынан сілкіп сүзіп аламыз. Енді бетіне салмасын саламыз. Жақсылап. Салмасы майлы және пияз көп болғанын ұнатады. Менің жолдасым. Майынан әдемілеп саламыз. Қамырымыз жабысып қалмас үшін. Етім дайын. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, менің каналымның өркендеуіне үлес қосыңыздар.